Сәлем достар, менің есімім Әлбек. Бүгін бізде кіріспе сабақ Backend Starter. Жалпы Backend дегеніміз не? Жалпы кез келген бір веб қосымшаны құру үшін веб қосымша екі бөліктен тұрады, Backend және де Frontend. Backend бөлігі дәл сол веб қосымшаның мәліметтер қорымен жұмыс жасайтын бөлігін біз осы Backend деп атаймыз. Ал одан кейін барып клиентпен интеграция, яғни клиентпен байланыс орнататын интерфейсті біз Frontend бөлік деп атаймыз. Енді осы backend пен frontend екі бөлікті біз қалай байланыстырамыз бір-бірімен. Екеуін байланыстыру үшін мына жерде фотода көріп отырғандарыңыздай ортасында REST API деп жазылып тұр. Осы технологияның көмегімен біз осы екі бөлікті бір-бірімен байланыстыра аламыз. Енді неге backend? Неге басқа салалар емес, неге backend саласы? Себебі backend саласы бұл сұранысқа ие сала, IT мамандықтарының ішіндегі ең бір сұранысқа ие салаларының бірі. Орташа жалақы өте жоғары деңгейде, бұл 439 мың теңге. Және де бұдан бөлек backend саласы бұл деректермен жұмыс жасайды, яғни мәліметтер қоры немесе деректер қоры деп атаймыз. Жалпы деректермен жұмыс жасау арқылы сіз өте көптеген мүмкіншіліктерге ие бола аласыз. Және де бұдан бөлек backend саласында сіз логикамен және де проектілеумен айналысатын боласыз. Яғни сіз backend саласын егер алатын болсаңыз, онда әрдайымда осы серверлік бөліктің логикасын жазатын боласыз. Яғни логикасын жазу арқылы сіз осы қосымшаның күйін анықтай аласыз. Және де бұдан бөлек сіз егер өзіңіздің деңгейіңізді сеньор дәрежесіне дейін немесе одан да жоғары деңгейге дейін өсіретін болсаңыз, онда сіз веб қосымшаны проектілеумен айналысатын боласыз. Ал сіз веб қосымшаны қалай проектілейсіз, дәл солай веб қосымша болашақта сіздің проектіңіз бойынша жұмыс жасайтын болады. Яғни бір сөзбен айтқанда backend саласы бұл өте креативті, яғни креативке толы, өте қызықты сала деп айтуға болады. Енді backend саласында негізінде көптеген тілдер қолданылады, бірақ та солардың ішіндегі ең көп қолданылатын үш бір тілді айтып өтейін. Бұл біріншісі PHP, және де Python, және де Java тілдері. Негізінде Java тілі ол көбіне банк, яғни финансты компанияларда қолданылады. Өйткені Java тілі біршама ауыр болғанымен, бірақ та қорғаныс жағынан, қауіпсіздік жағынан біршама жоғары деңгейдегі тіл. Және де Python тілі бұл өте жеңіл тіл, сондықтан да қазіргі кезде өте қатты дамып жатқан тіл болып табылады, бірақ та осы үш тілдің ішінде әзірге үшінші орында деп айтсақ болады Python тілі. Ал қазіргі кезде осы backend саласы бойынша әлем сайтының 80% осы PHP тілінде жазылған. Яғни PHP тілі ол негізінде дәл осы backend саласына арналған, басқа салаларда қолданылмайды, және де өте ыңғайлы, көптеген осы сервер құруға өте көптеген мүмкіншіліктерді ұсына алады. Жалпы бір сөзбен айтқан кезде бұл PHP тілі өте сұранысқа ие және меңгеруге өте жеңіл тіл болып табылады. Сондықтан да біз курста сіздермен бірге осы PHP тілін қарастыратын боламыз. Енді курстың бағдарламасына келетін болсақ, ең бірінші аптада біз сіздермен бірге осы PHP тілінің негіздерін қарастыратын боламыз. Ал одан кейін барып, сіздерге бір аптаға 56 есеп берілетін болады. Яғни осы PHP тілі бойынша жиналған білімдеріңізді сіздер практика жүзінде 56 есепті шешу арқылы өздеріңіздің осы жинаған білімдеріңізді шыңдайтын боласыздар. Одан кейінгі 2 аптада біз сіздермен осы Қазақстандағы PHP тілі бойынша тұңғыш фреймворкты қарастыратын боламыз, яғни Bicep фреймворкын. Осы фреймворк негізінде біз сіздермен бірге 0-ден бастап профессионалды, яғни кәсіби деңгейге дейін интернет дүкенді құрып шығатын боламыз. Небәрі 2 аптаның ішінде осындай үлкен жобаны құратын боласыздар. Және де курстың соңында сіздерге бір үлкен ауқымды қорытынды жоба беріледі. Яғни сіздерге бірнеше жобалар беріледі, соның ішінен ұнаған тақырыпты таңдап өздеріңізге жоба жасайтын боласыздар. Ал курстың менторына келетін болсақ, менің есімім Әлбек, фуллстек бағдарламаушымын, IT саласында 5 жылдық тәжірибем бар, және де мен бірнеше жобалардың авторымын, әлемдік деңгейдегі инновацияларды жасаған болатын. Соның ішінде mycap.site платформасының негізін қалаушысымын. Және де ТМТ мемлекеттерінің ішінде 3450 студентке білім бердім. Яғни менде осы білім беру саласы бойынша біршама тәжірибе бар. Енді келесі кезекте біз сіздермен бірге HeadHunter сайтын ашып,
осы бэкэнд саласының сұранысын зерттейік. Мен HeadHunter сайтында бэкэнд разработчик деп жаздым. Енді сұраныс бойынша дәл қазіргі кезде 187 жұмыс орны бар екен. Осы 187 жұмыс орнының ішінде жалақылары бойынша осы жұмыс орындарының тең жартысы 332 мыңнан жоғары жалақы ұсынса, ал одан кейін барып 52 жұмыс орны 565 мың жалақы ұсына алады екен. Және де тағы да 40 жұмыс орны сізге 800 мыңға жуық жалақы ұсына алады екен. Көріп отырғандарыңыздай, бұл салада жалақы өте жоғары деңгейде, және де сұраныс та өте жоғары деңгейде, яғни 187 бос жұмыс орны бар. Және де бұл жерде осы жұмыс орындарының көбісі де осы IT компаниялар. Яғни 176 компания, 187 жұмыс орнының ішінде ол IT компания. Және де IT компаниядан бөлек тағы да осындай финанс, білім беру салаларында да осы жұмыс мамандары қызмет етеді. Көріп отырғандарыңыздай, бұл сала өте сұранысқа ие, және де жалақысы да жоғары деңгейде. Біздің курсқа қатысу арқылы сіз осы IT саласындағы ең сұранысқа ие саланы жақсы деңгейде меңгеріп шығатын боласыз. Курста кездескенше.